Сәлем достар, сіздермен бірге мен Жаным каналыма қош келдіңіздер. Достар, мен бүгін өте қызықты видео түсіретін боламын. Және ол жердің атын бүгін мен Биші қыздар атты серияның екінші бөлімін түсіретін боламын. Және де мен алдыңғы серияда қай жерден тоқтап кеттім, сол жерден жалғастыратын боламын. Түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал енді видеомызды көп созбай тезірек бастайық. Қыздар, күшті би болды, иә? Иә, маған өте қатты ұнады. Кішкене демалып алайықшы. Я, біраз демалып алайық. Кішкене ары отыршы, что-то. Жарайды, ары отырсам, ары отырайын. Что-то ана қыз бөлектеніп жатқан жоқ па? Я, сондай болып жатыр. Ол бір түрлі шығып жатыр сенің үстіңнен. Киіміңді ауыстырмайсың ба? Хоть киім таза шығар, сен үстің кір болып тұр ғой. Жоқ, мен жуынып келдім, шын айтамын. Қош, ұқсамайсың, сен қасыма отырғым кеп тұрған жоқ. Одан да жүрші киімімізді ауыстырайық. Той, бір ендігі ары қатыспаспын биге, келмеймінді бүгіннен бастап. Ой, не қылды? Не қылды, не үшін жылап жатсың? Ой, үйтіп үстін есі сасып жатыр ғой. Фу. Сен ол қызды дұрыс танымадың, я? Не болды? Танымаймын да, танығым келмейді да. Соны айтам. Сен өзің үстіңдегі иіске қарадың ба бірінші? Я, қарап алғам. Не болды? Ешнәрсе болған жоқ. Неге ол қызға ондай жаман сөз айтып жатсың? Саған үйтіп ол айтып жатқанда жоқ қой, тып-тыныш отыр ғой. Қасыңа отырғың келмей ма? Келмей вообще биге. Саған біреу кел деді ма? Ақыры олай қызды жақтырпайтының бар. Не үшін келіп жүрсің көпшілік ортаға? Мен өзім білем қақа кездемде. Вообще-то ол қыз келмесін. Ал мен бұл жерге келемін. Маған би ұнайды. Может, ол қызға да ұнайтын шығар? Сен одан бірінші ол қыздан сұрадың ба? Соны айтам. Кішкене бастарыңды сетсеңдерш. Ол қыз биге қызықпайтын болса, не үшін келеді биге? Семен салғасы тұрғанша салғы. Одан да тезірек үйге қайтқаным дұрыс. Я, сөйтші. Болды, жылама. Ой, қойшы, енді ол сөз маған ауыр тиеді деп ойламай ма? Болды, біз бармыз қой. Ол екі қыздың сөзіне мән берме. Ол қыздардың мінезі сондай шығар. Біреу неше әркімнің сөзіне мән бере берме. Неше адам болса, сонша пікір болады. Әркімнің ойы әртүрлі. Бүкілінің ойы бір жерден шыға бермейді. Иә, сен ешкімге ұнауға міндетті емессің ғой? Я, мен сендердің айтқан сөздерімен келісемін, сондықтан да жылама. Ана жерде бағана асхана бар екенін байқап қалдым. Жүр, сол жерге барып келейік. Әлі талай конкурстарда бірге ұтып шығамыз. Шын ба, рахмет, қыздар. Мен сендерді дұрыс танымасамдар да, сендер маған өте көп көмектерің тиді. Ана қыздар маған өте негізі жақпады. Мен негізі бұндай қызды емеспін. Сөйлеп қалған қызбын ғой. Бірақ енді сондай болып қалды. Ой, ондай болып тұрады. Жүр, киімімізді ауыстырып алып, тез барып келейік. Басында жақсы қыз болып көрініп еді. Бір түрлі қыз екен ғой. Жарайды, онда кеттік. Кеніп болдыңдар ма? Болсаңдар, тұрғандарыңа 2 сағат болды ғой. Сендердің үстіндегі иісті иіскегім келіп тұрған жоқ. Ой, кетші. Кетемей таки. Ана қыздар киімін ауыстырып болсын. Ту жамандап қоймады ғой мына қыздар. Құрысын тегі. Мен өзім киімімді киіп алайын да, кетейінші тезірек. Қайтқым келіп жатыр бір үйге. Мен де үстіме тезірек киімімді киіп ап, тез қайтып кетейікші бәріміз. То есть екеуміз аналар жүре берсін, тып-тыныш. Болды, кетіпті ғой. Бізде бар, енді біз киімімізді ауыстырып алайық. Бәріміз вроде киімімізді ауыстырып болдық, ендеше кеттік, асханаға барып қайтайық. Ой, саламатсыңдар ма қыздар?
Сәл болдық, енді осыны жеп үйімізге қайтайық. Бүгінгі күн маған өте керемет өтті. Бірақ ана қыздардың бір кішкене не толауы ғана болмаса, атак зор өтті ғой. Иә, бүгін күн сендерге несімен қызықты өтті? Маған мен жаңа би үйрендім, апамен таныстым, сендермен танысқаныма өте қуаныштымын, сосы маған ұнады. Ал маған болса, бүгінгі күнде ана қыздарды орнына сенің салып тастағаның ұнады, сіз таппай қалды ғой екеуі жабылып. Ал маған болса, апаймен танысып, бүгін би үйренетінімізге және де конкурсқа шығатын күшті жаңалықпен естігенімді өте қуаныштымын. Маған солысымен ұнады бүгінгі күн. Ал маған бүгінгі күннің бүкіл жері ұнады бар ғой, кез келген жері ұнады маған. Апаймен таныстықтан зор болды ғой. Ал ендеше үйімізге қайтайық. Достар, осымен видео аяқталды. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. 3-ші бөлім міндетті түрде шығатын болады. Тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше сау болыңыздар.